Бұл туралы ойладым ба? Кім Алладан кешірім сұраса, Алла оны кешіреді. Кім Аллаға тәубе келтірген болса, Алла оны тәубесін қабыл алады. Кім Алладан жәрдем сұраған болса, Алла оған жәрдем береді. Кім Алладан қорған сұраған болса, Алла оны қорғайды. Кім Аллаға жалбарынып дұға жасайтын болса, Алла оның дұғасын қабыл алады. Алла Тағала сабырлыларды, өзіне ғана тәуекел еткендерді және жақсы істерді жасағандарды сүйеді. Кім тура жолда жүруге ұмтылып, ол туралы Алладан сұраса, Алла оны тура жолда жүргізеді. Алла шын ықыласпен жасалған жақсы істерді қабыл алады және ол үшін сыйлықтарды береді. Кім Аллаға ғана тәуекел еткен болса, Алла оған жеткілікті.